Қайырлы күн достар, бұл Сарбаз плюс жобасы. Қош келдіңіздер. Және осы жобаның сарбазы мен Фархадинов Жасұлан. Бүгін мен сіздерді алдағы бір жыл қызмет атқаратын 78-460 әскери бөліммен таныстыратын боламын. Бізден сіздерге шағын рум тұр. Дайын болсаңыздар, кеттік. Біздің ең бірінші локация ол саптық алаң. Дәл осы жерде күннің атысымен біз жүгіреміз, жаттығамыз, сапқа тұрамыз. Былайша айтқанда күннің старт кнопкасы дәл осы жерде басылады. Өздеріңіз байқағандай, менің қарулас достарым әскери ант қабылдауға дайындалып жатыр. Келгенімізге небәрі 5 күн өтсе де, біздің қол жеткізген нәтижелеріміз өте көп. Сіздерді бір айдан кейінгі болатын әскери ант қабылдауға қуана шақырамыз. Ал бұл тер алаңы. Әр сарбаз әскери ант қабылдамас бұрын нағыз қарудан оқ атады. Ал оған дейін дәл осы жерде дайындалып, шеберлігін арттыратын болады. Біздің екінші үйіміз казарма. Welcome to казарма, достар. Бұл жер өте кең, жайлы, әрі таза. Біз дәл осы жерде 365 күніміз өткізетін боламыз. Бұл жерде сарбаздарға арналған барлық жағдай жасалған. Себебі бұл Сарбаз плюс жобасы. Бұл асхана, әрбір сарбаздың сүйікті локациясы. Біз мұнда келгелі фастфудты мүлдем ұмыттық. Және де айта кетерліктей, мен студент кезінде общагада ыстық тамақты аңсайтын кездер болатын. Ал мұнда бәрі керісінше өз уақытында және тегін. Өйткені бұл әскер, достар. Біз бос уақытымызда не істейміз? Әрине футбол. Көріп тұрғандарыңыздай бұл біздің футбол алаңымыз. Әскер тек темірдей тәртіп емес, өзіміздің уақытымызда спортпен шұғылдануға жағдай жасалған. Бас! Міне, 78-460 әскери бөліміне шағын румтурымыз осылай өтті. Сіздерге бүгін барлық локацияларды көрсетпедік. Сіздерді алда талай қызық видеолар күтуде. Бұл Сарбаз плюс жобасы. Біргеміз, мықтымыз.